Армысыздар, құрметті қазақтарым. Өткен жолы сіздерге хрен туралы айттым да, амалын интернеттен іздеп көріңіздер деп айтып едім. Енді бір жағынан интернетте ақпарат көп қой. Өзімнің бойымда бұны тексеріп көрдім. Осы ауырғалы бері өзім мына хреннің әсерімен жазылдым деп ойлаймын. Бірақ қаншама жазылдым десем де, енді мына хреннің алдында терлемеуге мүмкін емес екен. Жазылдым десем де, әрбір кешке қарай бір әсерлі істер болып тұрады енді. Оны өз денелеріңізді тыңдасаңыздар байқайсыздар. Содан соны суға салып, енді анау рецепт бойынша ішіп көрдім. 2-3 күннен кейін ол судың күші кетеді екен, одан кейін барып ол кішкене бүйрекке әсер етеді екен. Содан тағы іздедім да, енді бүгін шишониннің амалын таптым. Шишонин оны 200 грамын алып, 1 литрлік банкіге үгітіп салыңыз дейді. Енді мен сіздерге ыңғайлы амалды сынайын деп отырмын. Ол да солай-ақ, енді 1 литрге салсақ, ол енді 1 литрге өзінің эфирлі масласын таратады ғой. Шишониннің амалын тыңдаңыздар бірінші. Сосын барып менің ұсынысымды ғана қабыл алыңыздар. Мына хренді алдымда міне қазір көрсетейін, міне. Мынандай бір не бар? Кішкентай ғана үгіткіш. Ол енді мен мынау чеснокқа арнаған затым еді кезінде. Содан бізде сатылатын мынау хрендер мынандай күйде, міне, өстіп қана. Өстіп міне сатылады. Біреусі 300 теңге тұрады. Бұрында 300 теңге еді, қазірде 300 теңге. Бағасын ешкім көтеріп жатқан жоқ. Ешкім оны талдап алып кетіп жатқан жоқ. Сондықтан оның сатып алып, уланып жүрмесін деп, Қытай сақтасын, ең бір тиімді амалын сіздерге осы өзімнің қолдан көрген амалды сіздерге ұсынайын деп отырмын. Міне, қараңыздар, мен бұны бүйтіп үгітіп отырмын. Сатып алдым да, жумай-ақ, ештеңе істемей-ақ, міне, үгітіп отырмын. Көрдіңіздер ме? Керек болса мынандай бір үгіткіштің мынандай жағы бар, сол жағынан да үгітуге болады. Соның нәтижесінде, міне қараңыздар, мынандай ғана, міне, көріне ме, көрінбей ме? Көрінбейтін шығар. Мақұл, енді міне, қараңыздар. Міне, осындай ғана ұнтақтар пайда болады. Сол ұнтақтарды бүйтіп қана, бүйтіп қосып, мен мынандай, міне, спирттің шишасына оны салып отырмын. Спирттің шишасы бүйтіп кішкентай ғана нелер жасап салып отырмын. Одан кейін сол спирттің шишасы не үшін тиімді? Өйткені 1 литр банкіге салған эфирный масла, ол дегенің қаншалықты тиімді болады? 1 литрді көлемді алып кетіп, сосын барып сіздің мұрныңызға бара ма, бармаймын білмеймін енді мен. Мына ойлаймын, өте ыңғайлы деп. Өйтіп, міне бүйтіп тығыздаймыз да, бүйтіп жабамыз. Сосын барып оны бүйтіп. Енді мынаны үгітіп отырған кезде әсері соншама, енді ескемеуге мүмкін емес, оны ескеп ақ отырмын, бірақ сіздердің алдыңызда тағы бір. Ой, ауа! Ой! Бұл басты жаратын иіс. Осы иісті енді екінші жағын өзім істейін. Міне көріп тұрсыздар, терге түсіп кеттім. Енді күнне бір 2 рет, 3 рет арасы уақыт болу керек. Уланып қалмаңыздар, Қытай сақтасын. Бұл өте бір керемет зат екен. Сондықтан мен бұны спирттің шишасына хрен деп жазып қойайыншы. Міне, хрен деп сақтап қойдым. Қолдарынан алдында енді мен бұны тағы да бүйтіп сілтеймін да, тағы да демалып көремін. Содан енді екінші жағына ескеуім керек. Шынымен бұл басты жарады.
бұл енді мынау дайындайтын адамдар біледі оны қалай амалмен, қай кезде жазып алатын, қалай кезде қазып алатын. Сондықтан өз беттеріңізбен қазбаңыздар. Бұны өсіріп жүрген адамдар өзі қазып, өзі жасайды. Аман болыңыздар, қолданыңыздар. Бұл енді зиянды емес, ескеп, енді тек қана артық жасамасақ болды. Жақсы жасаймыз деп артып, енді шашал десе басылатын емес. Денсаулықтарыңыз қолданыңыз, осындай күйде жасап, больницадағы жақындарыңызға апарып беріңіздер. Міне, ішінде көп болса 50 миллиграмм ғана хрен бар шығар. Бүйтіп сүйкеп, секілдеп, бүйтіп ескеу керек. Аман болыңыздар.